Қайырлы күн баршаңызға. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді болып әзірленетін картошка фри әзірлейтін боламыз. Бізге керекті заттар, яғни картошка өздеріңіздің мөлшерлеріңіз бойынша 2 кішкентай қасық тұз, 2 кішкентай қасық қара бұрыш, 2 кішкентай қасық қызыл бұрыш және де жұмыртқа, ұн қажет болады. Ары қарай біз картоптарымызды әдемілеп жуып тазалаймыз. Және де бізге ұзын-ұзын картошкалар болса, өте дәмді, өте ұзын болып шығады. Осылай бөлшектерге бөліп турап аламыз. Қалыңдығы осындай болса жеткілікті. Картошкаларымызды осылай таяқша етіп кесеміз. Қатты жұқа болып кетпесін, және де қатты қалың болып кетпесін. Қалың болып кеткен жағдайда картошкаларымыз шикіп пісіп қалуы мүмкін. Міне барлық картошкаларымызды осылай әдеміше кесіп шығамыз. Әрі қарай кесілген картошкаларымызды 3-4 мәрте салқын, яғни мұздай суға жуып аламыз. Себебі картошканың бойында крахмал бар, яғни крахмал кетсе, картошкаларымыз өте әдемі қытырлақ болып піседі. Ары қарай біз бұны жуылған картошкаларымызды салфетканың үстіне немесе сүлгінің үстіне жайып, суынан әбден кетіреміз, яғни құрғақ болуы керек. Кепкен құрғақ картошкаларымызды таза құрғақ ыдысқа салып аламыз. Ары қарай кепкен құрғақ картошкаларымыздың үстіне 2 кішкентай қасық қызыл бұрыш себеміз. Дәмін әдемі ғып шығаруы үшін, және де 2 кішкентай қасық қара бұрыш қосамыз. Яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, және де 2 кішкене қасық тұз қосатын боламыз. Барлығын әдемілеп араластырамыз. Ары қарай біз жұмыртқаны біртіндеп салып араластыратын боламыз. Егер жұмыртқа жеткіліксіз болған жағдайда, екінші жұмыртқаны қосуларыңызға болады. Қоспамызды әдемілеп араластырып, үстіне кішкене мөлшерден ұн қосатын боламыз. Мінекей біздің картошка фриларымыз әзір болды. Енді бұны қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Бұны қуырған кезде бауырсақ секілді бір-бір талдан саламыз. Сол кезде фриларымыз қатты, әдемі болып шығады. Фриларды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пісірсеңіздер болады. Біз қызартып пісірдік. Егер сіздерге қатты күйген, қызарған ұнамаса, ақшылдау қылып алсаңыздар болады. Вот, вуаля, біздің бүгінгі фрейіміз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.